Assalamualaikum, qadırman görüşler. Misirkeç kanalının katılımcıları. 31 iyul 2022 yıl Жалабат Базар Коргон Жон айында Нұрбектен дағы бір жаңылықтары менен келіп қалдық. Бізмен чоң олтырыңыздар. Каналда жаңы болғандар каналға талып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болады. Нұрбек бізге жаңылық бар деп қалды. Эми ошол жаңылықты Нұрбектің өзінен угайлы. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Қандай Нұрбек, денсаулықтар? Зор. Жақсы. Жаңылық деп айтып қалдың эми. Şu жаңылықтан bir уғып, елменен бөлшелші. Өткенде шығарған аттарымы Құматыраға шығардым мен. Жақсы пұлдардан сұрап, неме қылышты. Ол қаратты өзіздікілерге бердім мен. Ана пұлын раста бере албады. Ат берейін, үстіне пұл берейін, аяқ қылып көресіз. Келіш алға қара атты алып қойдым. Азыр эми бүгүнкү чыгарылышта канча атты чыгарабыз? 3 ат ака. 3 атты чыгарабыз, Биринчи атты азыр сиздерге көрсөтүп жатабыз. Азыр эми баалар бир аз Көрбөгөндөр аттын жашы 3 асы экен. Жашы 3 асы, бою 1.62. 3 асы 6 жашар, бою 1.62 уровенде. Барада Карабайыр таза. өзүнүн карабайыр жылкылардан. Улактары тамай. Тамай ака, улак. Эртең улак бар экен. Эртең улак бар. Кел көрсүн ака. Кайсыл жерде болот экен улак? Кызыл үңкүрдө. Эгер каалоочулар болсо барып чаап көрсө болот. Азыр атты бастырып чаап Өткөндө кыйнап атырлы ака. Аттар аста койду. Азыр табында десек болот, Ооба, табында. Жанарына. Чаап көрбөздөр дегендер үчүн да көрүп койсоңор болот. Өтө сонун, ат тауына чынында келип калыптыр. Сіздерге мынандай жақындан қабақ баштарынан бір көрсөтүп коелу жаныбарды. Аттын казыктан көргөсүңөр. Жон жолусунан келген жакшы аттардын бири. Эгер жаккан болсо Нұрбекке чалып байланышып, же болбосо өзүңүздөр жакындан келип улакка болсо чаап көрсөңүздөр дагы болот экен. Атты өзү ака. Сен астан зор коям. Азыр эми баалар чечилип калган болуш керек эми, Сен астан зор коям. Алиги чоңкой атты алдык койсоң пул бериш керек болду, срочно. Мына ошондуктан бир аз арзандатты эле, Чоң көк ат алынган, көпчүлүк көргөн болуш керек. 27500 $27500 алынган ат. Эми ошого акча бериш керек деп жатат. Андыктан кимге жаккан болсо, ушундай ат издеп жаткан болсоңуздар, мына ушундай аттарды алып калыңыздар. Соорларынан бир көрсөтүп өтөйүн. Шат аякты көрүп койсоңуздар болот. Ордунан поворотторун көрүп коелу, Ден соолуктары да мыкты экени көрүнүп билинип турат жаныбарда. Жаккан болсо чалсаңыздар болот. Эми баасын угалычы. Баасын ака $5000 бар. Долларга 5000, Biraz жолуна болобу эми? Түшсөм жолуна түшүшүм мүмкүн ака. Жолуна, Жакшы. Айтылыш баасы $5000 болду. Ошо атка пул бериш керек болду, срочно болуп калды. Болосо жакшы аттар. Өткөндө $8000 чыгаргам. Мына ушундай экен. Урматтуу көрүүчүлөр, андыктан сиздерге жаккан болсо колдон чыгарбаңыздар. Биринчи кара атыбыз болду эми. Таза ат, тап-таза, буттарында эми эмес. Кебичкен өтө зор. Кийинки алган адам өкүнбөйт, күйбөйт дегенсиз, Айбырыям зор ака. Айбырыям зор ака. Үйүрдө дагы жүргөн. Кара өзүм ака. Тым кара. Агы жок жана. Жакшы, биринчи атыбыз болду эми, кийинкисин көрсөтөлү анда, Болду. Кийинки атка кезек беребиз, бизден алыстабай туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мына эми сиздерге көрсөтүүчү экинчи атыбыз дагы дайыр болуп чыгып келди. Эми бул атыбыздан сиздерге маалымат берип айтайлы. Кыскача маалыматын берип атайлы, андан соң сиздерге бастырабыз. Канчага? Өткөндө чыккан. Бул да өткөндө чыккан. Жашы кандай болду? 3 асы, 6 жашар. Бунда Кудай кааласа улага ишеничтүү. Бою 1.65 мунун. 1.65, беркиден бийигирээк көрүнөт, Беркиден бийигирээк.
Таза қарабай. Қаттан көрдік қой. Таза қырғыз жылқылары қарабайыр деп айтылып жатады. Денсаулықтары бары сыртынан көрінеді атты. Бастарынан көрсеңіздер болады, тұяқ баштары бары өте соның сындары келішкен аттардың бірі екен. Аламан Улақа, осындай ат іздеп жатқан болсаңыздар, бағалардағы шешіліп қалған алсаңыздар болады. Жанар. Şu atты Нұрбекте миниш керекті. Еме мұндан дағы жақшы мингендер бар, еме мен өзіме салыштырмалы ерке ат минип жүргендерге салыштырмалы айтып жатам. Жақшы болады. Тоқтағандардағы өте соң екен. Өзіңіздер көе болып тұрасыздар. Ең бір жақыннан көріп алайлы, жақыннан бір қауақ баштарынан көрсетіп қойлы. Бізде алыста көргендер жақыннан бір жақшылап көрсетпесін дегендер. Өзі біраз қаттырақты, тұяқтары бары таза екен жаңағы. Өте Күліктігінде сөз жоқ, Өзі дағы мынандай суағайынан келген ат екен. Мойындары ұзын, мынандай құйрықтарды көтеріп, жайдары жүрген аттардан, өте жақшы ұлақтарға жарап берген аттардан деп айтылып қалады. Ошыл атты сіздер көріп тұрасыздар. Баштарды қарсаңыздардағы сөйектері жоқ, мына қақ баш деген. Демек, мақталынған жақшы аттарға кірет десек дағы жаңылышпайбыз. Сондықтан сіздер алсаңыздар өкінбей тұрған аттардың бірі. Мұның басын айтайлы өйемі? Қанша дейіз басын? Бұнда бас 5.000 доллар. Бұл дағы 5.000 долларға. Айтылыш басы, ұрматы көршілер. Чалып байланышып сөйлешесіздер. Өзіңіздер келіп, миніп көрсеңіздер болады. Жақшы сынақы аттардың бірі көріп жүресіздер мұны. Нұрбек Мырзадан дағы өте жақшы аттар шығып жатады. Бары таза. Өте соң. Андықтан сіздер қолдан шығарбаңыздар. Осындай жақсы аттарды. Ай, жанар. Өте соң. Ордынан чимірілгендерін көріп атасыздар. Екінші ат болды. Үшінші атты көрсетеміз. Бізден алысталай тұрыңыздар. Жанар. Урматтуу көршілер, емес сіздерге үшінші көрсете тұрған атыбыз бұл японча қайманаты менен шыққан атыбызды көрсетеміз. Өте бір жақшы аттардың бірі болған бұл аттағы. Өзіңіздер көріп сындасаңыздар болады. Жашы қандайлы бұның? 6 асы яка. 6 асы болып қалған, Таза қара байыр жылқылары, қырғыз жылқылардан. Бұны ошо интернетке шығарғаннан кейін өзүнөн базаргандан чалыштык. Базарган ошо көк алма деген жерден чыккан экен бул. Жаңасында сатылган экен. Эгеси чыкты бундан. Сураттын уругунан экен. Кандай кайсаттын? Сурат. Сураттын уругунан, Сураттын баласы деп турам. Демек, Сураттын балдарынан болгон болсо, бул өтө жакшы аттардын бири. Мына линиясы жакшы. Сураттын балдарын ууп көрүп жүрөбүз. Баары жараган аттардын бири. Но ошолордун бири дагы ошол алдыңыздарда көрүп турган ат. Денсаулыктары баары жайында атты көрсөңүздөр болот. Кандай? Өткөн айгырдан келген бойдон болчу да. Азыр оңолуп көрсөңүздөр болот. Суарларда жайына келип, жана. Ичкени зор куда калат. Алдыга басырып коесуң, бир чат аягынан көрүп коелу. Жанар. Көкүрөктө көрсөңүздөр болот. Өзү кажынып, тиштенип турган аттардын бири да. Мындай аттарды Аламан Улакта көптөгөн бир ийгиликтерге жетишесиздер деген ойдобуз. Азыр эми чабып көрөбүзбү? Чабайлы, чуркагандарынан бир көрөлчү.
Жануар жерді аймайды екен, аймайды екен. Тоқтаған орнына көріп отырсыздар. Өте жақсы тоқтап жатады. Бұлақ тигенде ұшып шығады, топтан. Аттың басқаннан, қабақтарынан билініп тұрады жануарды. Еме сіздерге айтқанда ділі біздің көпшілік көрушілер білет. Атты өзіңіздер жақыннан келіп көріңіздер. Еме гим ат алам деген болса, мынау шындай аттарды қолдан шығарбай алып қалыңыздар. Үйір десе үйір бар, улағы десе улағы бар. Мынау шындай аттарды қолдан шығарбаңыздар. Бұның бойы қанша шығып қалады? 1.57. Еме басына келелші? Басы 4.000 доллар қойды. 4.000 доллар, Сөйлеушілер болау? Құда қаласа. Кейін балам чаландай тұлған деген ұталтайсың. Жақшы айтып кетті. Кейін баласын чалындайс қылып ұлақчы қылам деген болса, ношыладындай аттарды алыңыздар деп айтып кетті. Сіздерге Нұрбеттен 3 атты көрсеттік. Сіздерде ашындай сатылушы жылқылар болса, қимылсыз мүлк автоунаалар болса, біздің экрандағы номерлерге жазсаңыздар болады. Сіздер үшін ардайым қызметта Мистер Кейджи каналы. Дағы біздің көрушілерге, алушыларға айта тұрған сөздер бар. Қайрыла тұрған сөздер. Кем алсам наразы болмайды, 3 ат. Денсаулықтары жақсы, жеген ішкен зор. Бақаласа, бақмада айтып чалып жүрші. Жақсы. Бүгінгі шығарышты жиынтықтайыз онда. Бізмен ардайым чоғалып тұрыңыздар. Кейінгі шығарыстарда жолышқанша сіздерменен амандашамыз. Үйде Ношында екен, дағы үйде 3 ат, 4 ат бар дейді. Қызыққандар болса, келіп көрсеңіздер болады екен. Сондықтан аталам деген болсаңыздар келіңіздер.